Оңтүстік Кореяда Азия елдеріндегі қазақтардың екінші құрылтайы өтіп жатыр. Бұл жолы Йонин қаласына Малайзия, Жапония және Монғолиядағы қазақ диаспораларының өкілдері бас қосты. Келелі жиында көтерілген мәселелерді тілшіміз Владислав Цой тыңдап қайтты. Құрылтай аясында мәдени және экономикалық ынтымақтастық жөнінде пікір алмасулар өтті. Отандастар қоры қазақ тіліндегі кітаптарды ала келді. Суретші әрі зергер Ақмарал Бақытова өз жұмыстарын көрсетті. Қазақстанның халық артисі Светлана Айтбаева қатысушыларды қазақ зергерлік өнерімен таныстырды. Ал этнограф Айгерім Мұсагажинова қазақтың ұлттық тағамдарының пайдалы қасиеттері туралы айтып берді. Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Жұбаныш Жексенұлы көрермендермен бірге танымал қазақ әндерін шырқады. Құрылтайдың Хангук шетел тілдер университетінде өтуі кездейсоқ емес. Бұл жоғары оқу орнында Абай институтын ашу жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Мемлекет басшысы тапсырма берген Абай институттарын шетелдерде ашу деп. Осы университетте мына қазақ тілін үйретеді. Осы қазақ тілін үйрететін ең үлкен университеттердің бірі дүние жүзінде. Соған байланысты осы университеттермен де қарым-қатынас жасап жатырмыз. Негізі ол жұмысты қолға алып іске асырамыз. Фестиваль аясында Оңтүстік Кореяда алғаш рет қазақ тілінде шешендік өнер сайысы өтті. Оны Қазақстанның Сеулдегі елшілігі ұйымдастырды. Финалға Хангук университетінің 7 студенті шықты. Олардың қабілетін Қазақстанның халық артисі Қанат Айтбаев бастаған қазылар алқасы бағалады. Бірінші орынды екінші курс студенті Ли Сойон алды. Мәдениет салада жақынырақ болу үшін кездесу, сөйлесу керек деп ойлаймын. Мен қазақ тілін жақсы үйреніп, екі ел арасындағы жақсы қарым-қатынас жасауына үлес қосқым келеді. Хангук университетінің қабырғасында Орталық Азия елдерін тану факультеті бар екен. Сол жерде қазақ, өзбек тілдерін үйренетін жастардың біздің мәдениетімізді, біздің тілімізді еркін меңгеріп, үйреніп жатқандығын көріп, көңілімізге қатты қуаныш ұялап тұр. Келбеттеріне қарасақ, Корей жастар екен, қазақ жастар екен, тіліне қарап қана аяп тұрмыз. Қазақ тілі байқауының жеңімпазы Сеул-Алматы-Сеул бағытындағы тегін әуе билетін иеленді. Бұл сыйлық Ли Сойонға Қазақстанға барып, тілін одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. Владислав Цой, Ольга Лян, 24 KZ, Оңтүстік Корея.